Сәлеметсіз бе көрермен, біз бүгін сіздермен қалай 3 түрлі жолмен оңай ағашты алуға болатынын көрсететін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін тамашалап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Әрине бізге керекті құрал-саймандардың барлығын дайындап қойдық. Сержан мен Жансерік сурет салуға дайын отыр. Біз сурет салмас бұрын алдымен балаға ең қызық нәрселерді ойлап табамыз, иә? Бізге мінекей керегі осылай ортаға бояуды құйып қоямыз, сұйықтау қылып кішкене. Қазір балалар оны мынандай соктың трубочкаларымен үрлеп итеретін болады. Сол кезде ағаштың бейнесін шығару керек. Барынша үрлеп жоғарға қарай бұтақтарды шығару керек. Осындай трубочканың көмегімен тек қана сурет салу емес, сонымен қатар бала мында тыныс алу жолдарына жаттығу жасап, қосымша сондай пайда көріп отыр. Мінекей дайын болған бұтаққа балалар мақталы таяқшалармен гүлдерді салып шығуда. Әркім өзінің қалаған түстерімен сала берсе болады. Баланың қиялына байланысты өздері ойлап тауып салады. Видео ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басуды ұмытпайық. Мінекей суреттерін аяқтап, осындай әртүрлі түсті қағазды қиып, астына құмыра жасап қойса, суреттері одан да әдемірек көрінетін болып шығады. Келесі сурет салу әдісі бұл губкамен. Губкамен саламыз ағашты. Өте оңай, әрі 3D сурет болып шығады десем де болады. Шынайы жапырақтар сияқты көрінетін болады ағаштарымызда. Осылайша дайын болған жапырақтарға тек қана қолқаламмен астына ағашын салып шығады және бұтақтарын салып шығады. Өте оңай, әрі тез, бала үшін бұл үлкен жетістік. Ал енді біздің суретіміз шынайы көріну үшін астына тағы да қосымша шөптерді салсақ болады. Осылайша. Мына жерде Жансеріктің ағашы, ол да өзі қызығушылықпен орындап шықты. Балалар алма ағашын саламыз деп, үстіне тағы да алманың суреттерін салып шықты екеуі. Ал соңғы үшінші әдісіміз бұл саусақпен сурет салу. Яғни жапырақтарды балалар саусақтың ұшымен краскаға батырып, суреттерін салып шықты. Қайсы суретіміз ұнады? Міндетті түрде бөлісіңіздер астында комментарийді. Каналыма тіркелуді ұмытпайық. Сау болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.